Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Егер де парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып өтіп, комментария жазып отырсаңыздар, қуанып қаламын. Ал кеттік бастайық. Бүгінгі парақшамда гүлдерге қажет осындай орехтің, яғни дәнектің сыртын, қабығын пайдаланудың 3 жолын көрсететін боламын. Алдында осы мен скорлупаны қолданған болатын женский частияға, ол жақсы өсіп тұр, алда бұйыртса көрсетемін. Сол кезде сұраған болатын, скорлупа деген не деп, осындай фисташки дейміз ғой, дәнектің сыртқы қабығы, оны қолданыста көп байқаймын, себебі арнайы топыраққа қоспалар сататын жерде осы скорлупаны сатып жатады. Яғни бұл топырақтың қоспа ретінде, жаңа қопсытқыш ретінде пайдалануға болады. Сонда гүлдің тамыры шіріп кетпейді, топырағында дымқылдық ұзақ уақыт ұстап тұрмай ағып кетеді да, топырақтың арасында разрыхитель, яғни топырақ қопсытқыш ретінде пайдалансақ өте пайдасы зор. Міне осындай орехтің сыртында пайдаланатын боламын. Қазір ішкі жаңағы дәнегін жеп, сыртқы қабықтарын тастамай осылай пайдалануға болады. Мен осындай дәнектердің де қабығын алдым, себебі ақ ірі дәнектер болғаннан кейін қабықтарын жинап алдым. Және сонымен қатар жаңа фисташкидің сырты скорлупа, бұны мен үнемі пайдаланамын, топыраққа араластырып пайдаланамын, және стакандағы атросканың түбіне дренаж ретінде де пайдаланамын. Ал енді пайдалану жолдарын көрсететін боламын. Ең бірінші жаңағы горшоктың бетіне сәндеуге болады, яғни топырақ бетіне топырақты жабу мақсатында сәндеп қоюға болады. Ал мынау фисташкидің сырты скорлупа, ол топыраққа араластырғанға жақсы. Ал қазір мынау алдында горшоктағы сансеверия гүлін ақ тастармен сәндеп қойған болатын, үстінен су құйып жүрмін. Осылай тұр. Ал енді қазір мына горшоктағы гүлді осы орехтің сыртымен сәндеп шығатын боламын. Міне осылай бірнешеуін алып, теріс қаратып сәндеп шығатын боламын. Негізі бұл суды көп қимайтын гүлдерге жақсы, топырақтың бетін жапқанға, себебі әр топырақтың бетіне су құйған сайын топырақ шығып, жаңағы сәндеген орехтің сырттары тас немесе араласып әдемі болмай кетеді. Сондықтан суды көп қимайтын гүлдердің қатарынан құйсаңыздар болады. Сонымен қатар, мысалға менде мынау фитильный полифте тұр, яғни астынан су ішетін гүл, жібі арқылы. Сондай гүлдерге құйсаңыздар болады. Үстінен ешқандай су құймайтын, астынан суғаратын гүлдерге де жасап қоюға болады. Міне осылай жан-жағына орналастырып сәндеп қоямын, топырақтың бетін жабу мақсатында. Осындай қалың болады. Айландыра топырақтың бетін жауып жатырмын. Барлық гүлдерге қолдана беруге болады, тек жиі су ішетін, анда-санда су ішетін гүлдерге жақсы. Әсіресе мына сансеверия, сосын зензи гүлін анда-санда бір суғарамыз ғой. Сондай гүлдердің бір топырақтары көрініп, сабақтар ұзарып тұратын гүлдер болады ғой, соларды жауып қойсаңыздар болады. Міне осылай жауып шығатын боламын. Жақыннан көргенде осылай болып шықты. Негізі үстінен де суғара беруге болады, бірақ көп суғарса уже топырақпен араласып, уақыт келе жылжып, әдемі болмай кетеді. Міне. Ал мына жерде менде келесі гүлім аглонема гүлі. Аглонема гүлімнің бірнешеуін бір горшокқа еккен болатын, сабағы ұзарып, бір түрлі болып тұр. Осыны да сәндеп қоятын боламын. Міне. Түбіне жақсылап орналастырып сәндеп қойдым, бұған да салып қойдым толтырып. Міне топырақ көрініп тұрғаннан гөрі осылай тұрған жақсы.
оның гүлдерге ешқандай зияны жоқ. Ойлауларыңыз мүмкін, топырақ уақытылы кеппей қалады деп. Жоқ, уақытылы кебеді, жеңіл топырақ менде. Ал екінші қолдануға болатын себеп ол горшок астына дренаж ретінде пайдалансаңыздар болады. Яғни горшоктың астына тас ретінде немесе пенопласт ретінде салып қойсаңыздар, горшок бойында су дымқылдық тұрып қалмай, төмен қарай ағып кететін болады. Міне осылай бір қатар немесе екі қатар етіп жақсылап дренаж ретінде салып қойсаңыздар, бұл скорлупа жеңіл болады тасқа қарағанда. Енді үстінен топырақ салып еге беруге болады. Ал енді келесі топыраққа араластырып, жаңағы скорлупаны егеміз деп айтқан болатынмын. Соны осылай кәдімгі гүл егетін топырағыма араластырып жіберіп, ары қарай гүлдерімнің тамырын ашып, гүлдеріме еге беретін боламын. Бұл жаңағы перлит сияқты гүлді топырақ қопсытқыш ретінде пайдаланамыз гүлге. Осылай топырақ бетіне су шашып шығатын боламын. Қош сау болыңыздар.